Баяғы бір өткен заманда Айсұлу деген қыз болыпты. Айсұлудың 11 інісі бар екен. 11 інісіне ауылдағылар қызғана да қызға қарайды екен. Бір күні Айсұлу орманға кетіп отын теруге барады. Сол кезде 11 інісіне жалмауыз кемпір келіп, сиқырлап аққуға айналдырып жібереді. Содан Айсұлу отын теріп келгенде інілерін жоқ екенін байқап іздеуге кіріседі. Ары іздейді, бері іздейді, таппай амалы таусылып есіктің алдында жылап отырғанда 11 аққу келіп інілеріне айналады. Мұны көрген Айсұлу таңғалып, кім жасады мұны сендерге дегенде, інілері жалмауыз кемпір келіп бізді сиқырлап тастады. Бізді енді 3 күннің ішінде құтқармасаң, біз мәңгіге аққу болып айналып, бұл ауылдан кетеміз дейді. Айсұлу амалы таусылып, сол ауылдың үлкен бір ақсақалына барады. Мән-жайдың бәрін түсіндіріп, ақсақал тыңдап отырып, Айсұлуға сен 11 бауырыңа 11 кеудеше тоқы, өз қолыңмен тоқуың керек. 3 күннің ішінде бітіріп, соларға кигізсең, інілерің өз қалпына келеді дейді. Сонда Айсұлу ештеңеге қарамастан 3 күн бойы ұйықтамай, сол кеудешені тоқи бастайды. 3-ші күні 11-ші кеудешеге келгенде, кеудешеге жібіп бітіп қалады. Уақыты да бітіп қалған. Содан 11 інісі бірінен бірі келіп кие бергенде, інілері өз қалыптарына түседі. 10 інісін аман алып қалып, 11-ші кеудешеге келгенде, кеудеше бітпегенін көріп, 11-ші інісі аққуға айналып, мәңгіге кете береді. Айсұлу сөйтіп 10 інісін аман алып қалады.